Тайсим утюг спиндодо. Парша-пұршасын шығарып тексереміз. Сразу киімді үтіктетіп көрсететін боламын, так что көріңдер. Дизайн өте әдемі. Тесігіне су құямыз. Қосып өшіріп, табаны мынандай. Басындағы головкасы 3 бастайды ақыр. Мынандай розеткаға соғамыз. На всякий осыны алып қоя салған дұрыс, кез келген үйде болу керек деп ойлаймын. Бисмилля. Ей. Бу шығып жатыр. Киім қайда тоқтаңдар. Көрейік мұжың қаншалықты кетіреді. Кетіп жатыр. Мән оқы деген рахат болды ғой. Еще із қалдырмайды екен. 3 түрлі режим бар екен мұнда. Міне. Болды енді маманың формасын киімнің папаныкін осылай түксеп беремін. Кайф қой. Өстіп қоямыз. Мән қарандар еще суы әлі орнында. Мен қанша су құйған едім мынаған. Қарандар ешқандай мұжың күшті кетіріп берді. Осы кофтаны ше. Білмеймін, бір ерекше ашық түс болсыншы деп алып аламын да, сосын мынаны немен ұйқастыратынымды білмей жүресің, сосын жылына 1 рет киіп сәбіз ұқсап немене оранжевый болып. Кстати, мен қазір бетіме уходты түсіріп жатырмын. Осыны қазір бетіме уходын жасадым. Бұрыннан бар ескісі осы. 20 апрель туған күніме дейін 200 000 подписчикке жеткім келіп жүр. Сіз лайк басып қолдап қойсаңыз күшті болушы еді. Рахмет.